барлығыңызға зор денсаулық тілей отырып, жүрген жерлеріңіз рабат, көргендеріңіз рахат болсын деймін. Құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй деп Абай атамыз жырлағандай, бүгінгі кеште өздеріңізге әсем әннен ойларыңызға қуат, көңілдеріңізге шуақ сыйлайтын Сарыағаш қаласының мәдениет қызметкері Нағима Сәдірқызы. Ал қымбатты ханымдар мен мырзалар, барша іштегі қонақтарымыз сыртқа шықса, біздің көңілді кешіміздің құрметті қонағы болса, келіңіздер, баршаңызды асыға күтемін. Және де бүгінгі кеште әсем әндер шырқалады, қызықты өздеріңіздің араларыңызда ойындар ұйымдастырылады, көңілді би болады. Және де бүгінгі біздің кешімізде барынша белсенді, ынталы болған біздің қонақтарымызға осы шипажайдан арнайы алынған сыйлықтар табыс етілетін болады. Және де осы Ахмет шипажайының атынан дипломдар тапсырылатын болады. Сондықтан, құрметті ханымдар мен мырзалар, барынша өздеріңізді көңілді ұстап, барынша белсенді болыңыздар бүгінгі кешімізде. Ал олай болса, бүгінгі кештің алғашқы әнін осындағы барша ақ жаулықты, алтын құрсақты аналарымыздың құрметіне арнасам деп отырмын. Бір қолымен әлемді, бір қолымен есікті тербеткен біздің аяулы аналарымыз аман болсын. Аналарымыздың жүзінен ешқашан күлкі кетпесін. Бақытты болыңыздар, ұзақ ғұмыр жасаңыздар, 100 жасаңыздар деген тілекпен анамның ақ жаулығы атты тамаша әнді тарту етемін. Қымбатты аналар, өздеріңізге арналады. Қазір сіздер бәріңіз түгел осы жалын тобы есімдеріңіз айтасыздар, есімдеріңізге сипат бересіздер және қай қаладан келгендеріңізді айтасыздар. Мысалға, менің есімім Күләш болса, мен күлкіге жақынмын. Болмаса есімім Болат болса, мен Болаттай берікпін деген сияқты бір әдемі сипат бересіздер есімдеріңізге, жарай ма? Жоқ, мысалға, Күләш болса, күл, мен күлкіге жақынмын. Болат болса, мен Болаттай берікпін. Түсіндіңіздер ма? Сәл есімдеріңізге ұқсастау бір әдемі бір мағыналы сипат беріңіздер өздеріңізге. Әр адамның есімі өзіне мақтаныш, білесіздер, әр адамның есімінің астарында бір тарих бар. Сондықтан қай қаладан келгендеріңізді айтып өтесіздер, сіздер алау тобы мұқият тыңдайсыздар. Сөйтіп іштеріңізден біреуіңіз шығып, есте сақтау қабілеті өте мықты біреуіңіз шығып, осы айтылған жалын тобындағы кісілердің барлығының есімін қай қаладан келгенін айтып өтесіздер. Сол айтқан адам, сол айтқан адам жеңімпаз болады. Және де сіздердің сұрағанын аларыңызда орыс тілін жақсы білсеңіздер, апаларыңызға аударып отырыңыздар. Енді маған жаңағы күлмеңіздер, мен орысша шалалау еді, сондықтан күлкі болмай қазақша сөйлемейін. Бірақ бұл кісілерге түсініп болсын, аударып беріп отырыңыздар, ойыныңызға қатыссын. Ал енді түсінікті болды ғой ойын ережесі, сіздер қорықпаңыздар, сіздерден алдыңғы топтар бұдан да көп болатын. Соның ішінде де үлкен кісілеріміз шығып, айтып, осы ойынымызда жеңімпаз болып кеткен қонақтарымыз көп өте. Сондықтан ойындамаңыздар. Ал олай болса ойынымызды бастайық. Өзімізден бастаймыз ханым. Сәуле, күннің сәулесіндей жарқырап, күліп жайнап жүрміздің. Қандай тамаша. Астана қаласынан келдік. Бәрекелі. Астана қаласынан келген Сәуле, нұрын шашқан, жарығын шашқан Сәуле ханымға қошемет болсын. Қошемет деп отырыңыздар, әр кісі таныстырғанда өзіне қошемет деп отырыңыздар. Менің атым Рахымжан, Астана қаласынан келдім. Атыма сай рақымшылық жасап жүремін. Астана қаласынан келген Рахымжан мырзаға қошемет болсын. Естеріңізге мұқият сақтап отырыңыздар. Сәуле ханым Астанадан келген, Рахымжан мырза Астанадан келген. Ал келесі аға. Демалыстар, мен атым Нұрғали, мен осы жергілікті адамның келістемін. Атым Нұр шашты
Келіске келген нұр шашқан Нұрғали мырзаға қошемет болсын. Кеш сағат болсын, құрметті демалушылар, күніміз сәтті өтіп жатыр деген үміттемін. Менің атым Бақытгүл, келесі абайдан Бесқордан. Енді атым өзі айтып тұр, Бақытгүл деген соң гүлдей жайнаған бақытты әйелмін деп ойлаймын. Өміріме ризамын. Ой, барекелді, тамаша, қандай тамаша жан. Бақытгүл ханым келесі абайдан келіп отыр. Иә, сондай өмірде бақытты мүлде құлпырған жанмын дейді. Өміріне риза, қандай тамаша. Қошемет болсын Бақытгүл ханымға. Мен Қазақтан келдім, атым Әлима. Әлемді жарқыратып жүретін Тамаша. Қазақтан келген әлемді жарқыратқан Әлима ханымға қошемет болсын. Бәрекелді. Менің атым Нұрғайша, Шымкент, Түркістан облысы Төле би ауданынан келіп тұрмын. Нұрлы шуағымды шашып жүрсем деймін. Төле би ауданынан келген Нұрғайша ханым, нұрын шашып жүретін жаным дейді. Бұл кісілерде қандай тамаша есімге әдейген. Бәрекелді, танысқаныма қуанышымын. Сәлеметсіздер ме? Менің атым Алтын, Алматыдан келдім. Алтын дегенде бәрі алтындай жарқырап жүре беріңдер. Алтындай бриллианттай болып жүрмін деп ойлаймын. Алматы қаласынан келген алтындай жарқыраған Алтын ханымға қошемет болсын. Бәрекелді. кеш жарық бәріңізге сәлем берді. Мен Ақтаудан келдім. Менің есімім Мейрамгүл. Мына орысшаға қарағанда праздничный топ дейді, бірақ біздің қазақтардың несі бойынша Мейрамның гүлі бола ма? Береке, бәрекелді, тамаша. Ақтау қаласынан келген Мейрамгүл ханым, Мейрамдай өзі жаңағы өте Мейрамдағы гүлімдеріміз, Мейрамда білесіздер ғой көңілге қандай болады, сондай көңілді, көтеріңкі сондай жан екен. Мейрамгүл ханымға қошемет болсын. Ақтау қаласынан келген. Біз Сарыағаш қаласында ма, Чернайм жақтан тұрамыз. Өзіміз Атамекен ауылында тұрамыз. Осы жерге бірінші рет келдіңіз. Сәтті өтіп жатыр. Концертіміз шүкір. Сіздерге де қуаныштымын. Осында концертімізге үлестеріміз қосып, көңілдеріміз көтеріңкі болып отырғандарыңызға әпшеге де рахмет, мына тәтемізге де. Менің есімім Мінәшке барды. Сіз Мінәш деп қойған әжелеріміз атыңызды мейірімді, күләш күлкілі болсын, Мінәш мейірімді болсын деп сөйтіп тастап қойған енді. Бәрекелді, Жібек жолы ауылы, сіздерге. Жібек жолы ауылынан келіп отырған мейірімді, күлімдеген, күлкі сыйлаған жан Мейрамгүл ханым. Минаш ханым, Минаш ханым. Қошемет болсын Минаш ханымға. Бәрекелді, өте тамаша. Allah var kızınız bir tanrıya. Ben türlü yavrularından geldim oturmam. Attım Mevlüt'ü. Mevlüt iskender turulkan değil. Türlü yavrularından gelген Mevlüt ханым. Жаңағы жемісі мол, берекелі жан екен. Қошемет болсын Мевлüt ханымға. Менің сөзден Дархан ауылдан келдік. Не айтсам екен. Менің атым әлемде жозы. Қалай айтсам, өзекшеге де кетеді ма? Қандай дедіңіз? Карамат. Карамат, иә. Керемет, Керемет сондай бола ма? Барлықтарының өмірлеріңіз керемет болып ойлап қойдыңыз. Қайтып келгендеріңіз nerede Дархан ауылда? Ой, өзіңіз сіңдіріңіз бе? Иә, осы қасында тиіп тұрған Дархан деген ауыл, 2 километрге жетпейтін шығар. Дархан ауылынан келген керемет ханым. Өмірім де керемет, өзім де керемет жаным. Бәрекелді. Саламатсыздар ма? Мен Алматы Қаскелеңнен келдім. Атым Бағдагүл. Енді білмеймін, бала өсетін гүл сияқты болсын деген сияқты, сол ата-енеміздің қойған аты Бағдагүл. Рахмет, біздерді осындай
күнде отыруға шақырғандарыңызға осындай өзін жақсырып жатқандарыңыз үшін рахмет. Арулар болса құрметті ханымдар, қаскелеңнен келген Бағдагүл ханым. Иә, бұл кісі де Бағдагүл деді, гүл деп құлпырған бақытты жан екен. Қошемет болсын. Қаскелеңнен келіп отырған қонағымыз. Сәлем беріп барлығыңызға. Кеш жарық. Мен Алматы облысынан Қаскелеңнен келіп отырмын. Атым Алмагүл. Алмадай тәтті болып жүре берейін деп, алма қойыпты, Алмагүл деп қойыпты. Рахмет. Бәрекелді. Иә, Қаскелеңнен келіп отырған Алмадай әдемі біздің қош иісі, әдемі алманың гүліндей Алмагүл ханымға қошемет болсын. Бәрекелді. Жалын тоғысыздар. Жалын тоғысыз қой, жоқ, мияқтан. Азыр алау тоғысыздар, ағасыз. Сіздер ағасыз. Сізге алау тобындағы топ мүшелері де қуанышты деп ойлаймын сіздермен танысқанына. Ал енді сіздер мұқият тыңдаған шығарсыздар. Қайсыңыз ішіңізден атылып шығып, осы кісілердің есімін айтып, қай қаладан келгенін айтып беріңіздер. Келіңіздер. Демалып жатқандарыңызға қуаныштымыз. Ең болсын бірінші жұбымыз Астанадан Сәуле ханым. Сәулесін күн шуағындай сәулем шашып жүрсін деді. Екінші оның жігіті Рахымжан. Рахымды жаным деді. Тапса егер Иә. Одан кейінгі жұбымыз Келестен Абай Нұрғали. тамаша. Нұрды шашып жүрмін деді. Бәрекелді. Оның келіншегі Бақтыгүл. Бақтыгүлмін мен, бақты жанмын деді. Ой, тамаша, қошеметтеп отырыңыздар. Одан кейінгі Жаңа келіп отыр. Мына жақ. Алтын. Алматыдан. Алтынмын бриллиантпын деді. Әлим апай. Әлемісімін деді. Қазір. Одан кейінгі Мейрамгүл ханым, Ақтау. Мейрамда гүл сыйлайтын жан дедіңіз. Мінаш. Күләшта ұйқас. Черняевка. Бәрекелді. Дұрыстаңызда қошеметтеңіздер. Апам. Төлебиден. Мәуелі ағаш. Мәуелі көп болсын дедіңіз ғой. Мәуелі. Ағаштар көп. Біздің тауар жақын, сырған ағаш көп болсын. Дарханнан өзіміз алдық. Карамат ханым. Керемет ханым. Ағаштар керемет болжуайын жүрейін деді. Одан кейін апамыздың біреуісінің аты Алмагүл, біреуісінің аты Бағдагүл. Алматыда Қаскелеңнен Бағдагүлін айтамады, Алмагүл алма болып жүрейін деді ма? Алмагүл гүлінде әдем болып жүрейін, дұрыс па? Дұрыс, тамаша. Менің есімім Гүлзада. Мен де осы жерде еңкесін еніштермін. Мен де бірінші рет келіп отырмын осы жерде тұрсақ та. Алтын Гүлзада. Гүлдің жайнап жүресің, ол үшін қойған шығар да енді. Иә, Гүлдің задасының әдемімін деп қойайын. Құрметті ханымдар, Гүлзада ханымға бір қошемет болсыншы. Иә, ешқандай бүлдірген жоқ, ханымды. Есте сақтау қабілетіңіз өте мықты екен. Есте сақтау қабілетіңізді өте жақсы ұстаған екенсіз. Жасыңыз нешеде сыр болмаса? Жасым 54-те. Қандай әдемі жас көрінесіз. Бәрекелді. Сізге енді бүгінгі кештен мен өзіңізге мына сыйлықты сыйлаймын. Бәрекелді, өте тамаша. Бүгінгі ойынымызда алау тобының ішінен шыққан жеңімпаз Гүлзада ханымға қошемет болсын. Тамаша. Енді жалын тобы сіздермен таныссақ деп ынтызар болып отыр сіздерге. Осы кісілердің аттары қандай екен, кім екен, қай жерден келді екен деп сіздермен жақынырақ танысқысы келіп отыр. Сондықтан аға өзіңізден бастайық. Есіміңіз кім, қандай сипат бересіз, қай қаладан келдіңіз? Рахмет сіздерге, кеш жарық, құрметті шипажай
еші пәжәлерге демалып жатқан еліміздің әр түкпірінен келіп жатқан үлкенімізді кішімізді қабылдаған еліміз түгел шипалы болсын. Осы жерден аттай жердейіз отбасының орнуға да нәрсе етсін. Рахмет сіздерге осындай кеш ұйымдастырып, аз болса менің атым Суел, Алматы қаласынан. Енді мына кісіге серік болсын деп Аллатағала өте көп қойып қойдыңыз, соны серік болсын деп рахмет. Алматы қаласынан келген Серік мырза жан-жаныма серік берді. Қошемет болсын Серік мырзаға. Ал ханым. Қарлығаш, жаңа Серік бәрін айтып кетті ғой. Алматыдан келдіңіз, е? Иә, Алматыдан келдім. Қандай жансыз? Қарлығаш болып шыққан. Қарлығаштың қанаты сияқты. Қайырымды жансыз ба? Қайырымды. Ой, бәрекелді. Рамашқа қарлығаштың қанатында қайырымды, қарлығаштың қанатымен су сеуіп жүреді ғой, е? Қайырымды қызым. Сондай қайырымды жан Алматы қаласынан келген қарлығаш ханымға қошемет болсын. Бәрекелді. Ал апам өзіңізден жақсы. Атыңыз? Мен Алматы облысы Ашшыбал ауылынан келдім. Менің атым Сәуле. Сол бала-шағамды сәулелендіріп, өніп өсіп отқан сымбатты әже болып жүрмін. Алматы қаласынан келген, балаларына сәулесін шашып жүрген, сәулелендіріп, нұрландырып жүрген Сәуле ханымға қошемет болсын. Бәрекелді тамаша. Ал апа. Саламатсыңдар, қош келіпсіңдер бәріңіздер. Менің атым Айгүл, Алматыдан келдім. Ай мен гүлді шашып жүрген. Алматыдан келген, ай мен гүлді шашып жүрген Айгүл ханымға қошемет болсын. Өте тамаша. Кеш жарық бәріңіздеріңізге. Менің атым Ана, Шымкент қаласынан келдім. Атым Ана. Ақ жарқын атамын дейді. Жансыз ба? Бәрекелді. Анардай тақтымын деп қойсаңызшы. Бәрекелді, Шымкент қаласынан келген Анардай ақ жарқын жан Анар ханымға қошемет болсын. Қандай әдемі. Ал сіз бұл кісі жаңа Емкес, осы жерден 3 километр арада Емкес деген ауыл бар. Сол ауылдың тұрғыны гүлдей жарқыраған, гүлдей сұлу, нәзік Гүлзара ханымға қошемет болсын. Кеш жарық, саламатсыздар ма, ағаларым. Осы алып жатқан елдеріңіз шипа болсын, осы кешіміз көңілді өтсін. Тараз қаласынан келген есімім Айгүл. Айдай гүлдей жайнап жүрген жаным. Тамаша. Бүгінгі осы жолы бізге Сәуле Айгүл деген сұлу ханымдар өте көп жиналды. Сондықтан Тараз қаласынан келген айдай нұрын шашқан, гүлдей жұпар иісін шашқан Айгүл ханымға қошемет болсын. Тараз қаласынан келген бәріңізге. Саламатсыздар ма? Мынау жатқан елдеріңіз қабыл болсын. Мен Тараз қаласынан Берге деген керемет жерден келіп отырмын. Атым Нұрсұлу. 4 арбадан кейін нұрын шашып, сұлуын шашып өсіп қалған екен әже. Бәрекелді, Тараз қаласынан келген нұрын шашқан, Америка қаласынан келген нұрын шашқан сұлу ханым, Нұрсұлу ханымға қошемет болсын. Бәрекелді. Кешар барлықтарға. Менің атым Лиза, Меркіден келдім. Меркі жердің көркі дейді ғой, бұрыннан келе жатқан иә. Сол көрікті жерден келдік біздерде сол Меркі. Менің атым Лиза, мына білесіздер ғой, орыстың қаншайым Елизавета. Осы отырған барлықтарың сол әр отбасының жанұяның қаншайым болыңдар деп барлықтарына тілек айтамын. Елизавета құрметті қойылғанда, иә, Меркі қаласы, Меркі қаласынан келген Лиза ханымға қошемет болсын. Қаншайым болыңдар. Саламатсыздар ма? Менің атым Балжан. Балдай болсын деп қойған шешеміз. Меркеден келдім. Бәрекелді, Меркеден келген қонағымыз балдай тәтті, балдай жан, Балжан ханымға қошемет болсын. Бәрекелді, аға өзіңіз.
Мен Сарыарқаның Швейцариясы Көкшетаудан келдім. Тамаша. Менің атым Сақтаған, менің атымды нағашымның атын қойған. Ол нағашымның аты өзінің нағашының атынан қойылған. Сондықтан өте ескі ат, 2 ғасырдай болған. Сондай. Рахмет. Бәрекелді Көкшетау өзі солай ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан есім екен, өте керемет. Сақтаған мырзаға қошемет болсын. Көкшетау қаласы. Бәрекелді тобы, алау тобымен таныс болдыңыздар. Енді жүрегінің түгі бар, кім шығар екен ортаға? Кәдеки, осы кісілердің бәрінің есін толық есіне сақтап қалған жаны бар ма екен біздің арамызда? Келіңіздер, ұлы тапсырайын деп жатқан жұмысшылар қатарымызда. Көмілге келіш. Айтпаймыз, өзі тапсын. Тапса, егер дұрыс тапса, шапалақтап отырыңыздар қошаметтер. Қош келдіңдер. Бірінші үлкен аға, Сақтаған ағадан бастайын, Көкшетаудан келген. Тамаша. Сақтайтын аға, кешеден бері бізге жақсы нелерді айтып түсіндіріп жүр. Бәрекелді. Одан кейінгі кісі балдай болып жүрем деп меркеден келген Лиза, Мона Лизаға ұқсайды деген, Мона Лизаға Елизаветаға ұқсасын деп айтып Лиза меркеден келді. Нұрсұлу ханым, нұрлы болып жүрейін, 4 баладан кейін туылдым деді ма бірден? Есімден алған соң Нұрсұлу ханым, нұрын шашып жүрем деді. Мына кісі Айгүл ханым деді. Қарадан келді, Гүлзада ханым деді. Елескеді ма? Еңкес деген жерден келдім деді. Бұл кісі Анар апай, Анардай болып жүрем деп. Чымкенттен келді. Айгүл апа Алматыдан келді, менің екінші анам. Аймен гүл болам деді. Алматыдан келді, менің өзімнің туған анам Сәуле. Бұны білмесем енді. Сені осындай сәулелендіріп жүрген, сымбатты қылып жүрген осы кісінің арқасы осы жүрген. Алматыдан келді, Қарлығаш апа. Қарлығаш болып ұшып келдім деді. Мына кісі Серік ағамын деді, тоже Алматыдан келдім, мына кісінің серігі болып келдім деді. Ал қымбатты ханымдар мен мырзалар, бүгінгі алғашқы біздің ойынымыздың 2 жеңімпазы анықталды. Алау тобынан Гүлзада ханым, жалын тобынан Алтын ханым жақтағыдай. Құтты болсын жеңісіңіз. Ал қымбатты қонақтар, қалай көңіл-күйлеріңіз көтерілді ма? Бұл ойынның ұйымдастырған екінші мақсатым сіздерді бір-бірлеріңізді жақынырақ таныстыру. Бұнда да сіздер Қазақстанның әр өңірінен келіп отырсыздар. Біреуіңіздің келгеніңізге 2 күн болған шығар, біреуіңізге 5 күн болған шығар. Бір-бірін әлі танымайтын, атын білмейтін кісілер бар шығар осындай, танысып алдыңыздар ма бәріңіз? Олай болса, осы ойынның арқасында бәріңіз таныстыңыздар. Енді осы таныстықтарыңыз үлкен сыйластыққа ұлассын, сыйластықтарыңыз үлкен шынайы достыққа ұлассын деген үлкен тілек бар. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, сыйластықтарыңыз нығая берсін. Ал енді бүгінгі кешке маған бағынасыздар, қымбатты ханымдар мен мырзалар. Баршамыз орнымыздан тұрайық, тұрып шеңбер болайық. Әнеки түгел белсендірек қатысайық, қымбатты қонақтар. Шеңбер? Иә, үлкен кең шеңбер боламыз. Мына қатардан келіңіздер, шеңбер болыңыздар. Аға келе қойыңыздар, аяқтарыңыз белдеріңіз жараса келіңіздер. Ал қолымызды көтереміз. Иә, сөйтіп күлеміз. Күлеміз де секіріп әдемілеп билейміз.